Сәлем достар, қайтарымсыз гранттың 2022 жылғы өзгерістерін білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыз және маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл грантты кәсіп бастау үшін береді, ақшаны қайтармайсыз, тек қайда жұмсаған туралы есеп бересіз. Бұл грантқа кімдер қатыса алады? Бұл грантқа 18 жас пен зейнетақы жасына дейінгі аралықтағы жұмыссыздар тіркеле алады. Сонымен қатар екінші осал топтарға жататындар. Оларға көпбалалы отбасылар, мүгедегі бар отбасылар немесе өзі мүгедек болған жағдайда бірінші, екінші топтағылар, үшінші топтар қатыса алмайды, мүгедек дәрежесі бар. Сосын кәсібін енді ашқандар, ипсы бірақ бір жылдан асып кетпеу керек. Жастары 18-29 жаста аралықтағы жастар қатыса алады. Өкінішке орай бұл грантқа студенттер қатыса алмайды, сосын бір жасқа толмаған баласы бар декреттегі аналар қатыса алмайды. Ал енді шарттарына көшсек, бұл грантқа бөлінген ақшаны аренда жалға алуға, яғни көшет мал алуға беріледі, тағы басқа құрал жабдықтарды қамтамасыз етуге, кәсіп бастауыңызға қажетті құрал саймандарды алуға берілетін ақша. Тек жаңа құрал саймандар ғана ала аласыз, қолданылған ескі зат алуға болмайды. Сосын туған туысқандардан да сатып алуға болмайды. Сосын бұл ақшамен сіз шикізат сатып ала алмайсыз, тек құрал саймандарды, саудаңызға, кәсіп бастауыңызға қажетті құрал жабдықтарды ғана сатып ала аласыз. Мысалы, шикізаттарға дегеніміз саудамен айналысқанда, не алып сатамын десеңіз, сіз ол киімдерді сатып ала алмайсыз бұл грантқа. Тек сізге сол саудаңызға қажетті құрал саймандарды ғана сатып алуға болады. Сосын, мысалы, сіз торт пісіретін болсаңыз, үйде тортқа қажетті шикізаттар, ол ұн, крем, тағы басқа заттар болса, сіз оны сатып ала алмайсыз. Сіз тортқа қажетті, мысалы, бағалы, қымбаттау осы нелер, пештер, сол тортты жасауға қажетті құрал саймандар, соларды сатып ала аласыз және ол сатып алған затыңыздың чегін, яғни есебін беруіңіз қажет. Сізге бұл грантқа қатысу үшін сертификат қажет, яғни сертификатты қайдан аламыз? Оны бастау бизнес атамекенінен оқимыз, 21 күнге жалғасады оқу. Содан оқығаннан кейін сізге сертификат береді, ол жерде тесттерді тапсырасыз, сізге қатысты деген сертификат береді, немесе аяқтады деген сертификат береді. Сізге аяқтады деген сертификат қажет, яғни сіз тестті жақсы тапсырсаңыз, аяқтады деген сертификат береді, ол 3 жылға жарамды. Осы жылы өте алмасаңыз, келесі жылы қатыса аласыз, тағы осы сертификатпен. Барлығы онлайн түрде өтініш бересіз. Өтініш бергеннен кейін сізде 10 күн бойы қарайды. Сіз қай топқа жатасыз? Осал топқа ма, көп балалы? Сіз өтініш бергеннен кейін сіз қай топқа жатасыз, соны 10 жұмыс күні бойы тексерістен өтеді. Тексерістен өткеннен кейін сізге отказ немесе қабылданды деген секілді жауабы келеді. Сол қабылдансаңыз, сосын сіз 21 күн оқисыз, сертификат аласыз. Сол сертификат бойынша сізге қалай бизнес планды қалай жазу керек, сол жайлы толық үйретеді. Сол жерде сіз бизнес план жазып үйреніп, сол жерде өзіңіздің бизнес планыңызды құрып жазасыз. Ол бизнес план 4 беттен тұрады. Алғашқы беті өзіңіздің аты жөніңіз, тақырыбыңыз, қандай бизнес, сол жайлы толық ақпараттар жазылса, екінші бетте кіріс шығысыңыз секілді осындай бизнес план жазылады. Сосын сол бизнес планды жазып аяқтап болғаннан кейін онлайн немесе офлайн барып қорғайсыз. Егер сіз грантты ұтты деген жағдайда сол кезде ИП ашып, сол ИП-ның шотын алып барсаңыз болады. Оға дейін ИП ашпасаңыз да болады. Егер грантты ұтқан жағдайда сізге берілген қаражатты басқа мақсатта жұмсап қойып, немесе ИП-ны сол ақшаны алғаннан кейін жауып тастасаңыз, онда сізден ақшаны қайтартып алуы мүмкін. Сіз осы жолы қатысып, бірақ грантты ұта алмай қалсаңыз, өкінбеңіз. Бұл бір жылда 6 лек болады. Яғни 6 лек дегеніміз, бұл қайталан босы поток біткеннен кейін тағы жаңа поток ашылып, қайта қорғалуға жіберіліп отырады. Сіз осы жолы ұтпасаңыз, ноябрь айларында қайта осы жобаңызды тапсырып, ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. Немесе сертификат 3 жылға жарамды, келесі жылдарда қайта қатыса аласыз. Бұл әрбір қазақстандықтарға, яғни әрбір жұмыссыз отырған қазақстандықтарға беріліп отырған үлкен мүмкіндік деп санаймын. Барлығы қатысып, өз мүмкіндіктерін, бақтарын сынап көру қажет. Яғни бұл мемлекеттен беріліп отырған үлкен бір көмек. Бизнестеріңізді, яғни кәсіптеріңізді бастаңыздар, әрбір қазақ бай болсын. Пайдалы ақпараттар көп болсын десеңіздер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.